Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Здравствуйте, ребята! Это урок казахского языка. Балалар, бұл қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен сурет саламын». Тема сегодняшнего урока «Я рисую». Балалар, жаңа сөздермен таныс болайық. Тыңдаңдар және қайталаңдар. Слушайте и повторяйте. Сурет. Рисунок. Қайталаймыз бірге. Сурет саламын. Рисую. Бояймын. Раскрашиваю. Жарайсыңдар. Молодцы, ребята. Енді балалар, түстерді еске түсірейік. Менімен бірге қайталам. Қызыл. Жасыл. Көк. Сары. Ақ. Қара. Қоңыр. Керемет балалар. Балалар, суретке қараңдар, қарындаштың түсін атаңдар. Бірінші қарындастың түсі қызыл. Екінші қарындаштың түсі қандай? Видеоны тоқтатыңдар да жауап беріңдер. Поставьте видео на паузу и ответьте. Жарайсыңдар, балалар. Тыңдаңдар және қайталаңдар. Слушайте и повторяйте, ребята, за мной. Мен сурет саламын. Я рисую. Мен бояймын. Я раскрашиваю. Жарайсыңдар, балалар. Сұраққа жауап беріңдер. Балалар, суретті бояу үшін сендерге қандай түсті қарындаш керек? Қараңдаршы. Суретке мұқият қараңдар және жауап беріңдер. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бізге алманы бояу үшін қызыл түсті қарындаш керек. Ал жапырақтарын бояу үшін жасыл түсті қарындаш керек. Ал ағаштың бұтағын бояу үшін қоңыр түс керек. Керемет, балалар. Балалар, енді сендерге тапсырма. Суретте қандай түсті алманы көріп тұрсыңдар? Осы алманың суретін салыңдар. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. До свидания, ребята.